Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен сіз қате қолданып жүрген сөз тіркестері туралы айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоғамда орысша ойлайтын жандар аз емес. Олар сөйлегенде орысша сөз қолданыстарын қазақшаға аударамын деп қателесіп жатады. Енді біреулері қате сөз қолданысы екенін аңғармай жүруі мүмкін. Бүгінгі тақырыбымызда тілдегі калька туралы айтамыз. Калька сөзбе-сөз аудару. Осы тұста қазақ тілінің синтаксистік құрылысы орыс тілінің синтаксистік құрылысына мүлдем ұқсамайтынын, тіпті жуықтамайтынын айтқымыз келеді. Тіліміздегі сөйлемдегі грамматикалық мүшелердің орналасу тәртібі қалыптасқан. Мәселен, бастауыш алдыңғы позицияда, баяндауыш соңғы позицияда орналасады. Сол сияқты анықтайтын сөз анықталатын сөздің алдында орналасады. Ал орыс тілінде керісінше бұндай сөз тәртібі сақтала бермейді. Орыс тілінде «я думаю» деп пікір білдірсе, қазақша «мен» деп ойлаймын, немесе «менің ойымша» деп пікір білдіруі тиіс. Бірақ өкінішке орай, тілдік қолданыста «мен ойлаймын» деп қолданып жүр. Мысалы, «менің ойымша» адамдардың сауаттылыққа мән беруі керек. Адамдар сауаттылыққа мән беруі керек деп ойлаймын. Бұл сауатсыздықтың бір белгісі. Қай тілде сөйлесең, сол тілдің заңдылықтарын бұзбай, таза күйінде сақтағанға не жетсін. Сіздермен болған Әсем Нұр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.